Сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Л дыбысын қалай қоямыз, оңай тәсілдерін көрсететін боламын. Олай болса, кеттік. Л дыбысын айтуда, үйретуде, қоюда балаға ең алдымен жалпы Л дыбысының артикуляциялық аппараты қалай болу керек, соған мән береміз. Л дыбысын айтатын кезде өзіңіз бірінші балаға қоярдың алдында өзіңіз Л дыбысын айтып көріңізші. Л. Тіл қайда тұр, қалай тұр, соған мән беріңіз. Тілдің ұшы не істейді? Үстіңгі тістің артына Л тіреледі, артқа қайтады. Тіреледі, артқа қайтады. Л. Ары қарай енді балаға үйретерде біз не істейміз? Тілді айнаның алдында тілін шығартамыз баланың. Және тілдің ұшын жоғары тістің артына қойдыртып көрсетіңіз. Өзіңіз жасап көрсетіңіз балаға. Әрі қарай бала жасайды. Енді тісімізді жабамыз. Л дейді, итереді, сосын тіл артқа қарай кету керектігін айтасыз. Л. Бұл жерде де жаңа осы қолмен көрсету арқылы жасатсаңыздар, кейбір балаларға түсініктірек болады, қабылдау оңай болады, жеңіл болады. Л. Ары қарай, егер осы тәсілмен қойып балада Л дыбысы шығып кетсе, өте тамаша. Егер кейбір балалар болады, Л дыбысын осы айтатын кезде жалпы тілді басқара алмайтын, тілдің қалай тұру керектігін, жалпы тілді басқара алмағандықтан Л дыбысын айта алмайтын жағдайларда болып жатады. Олай болса, қараңыздар, ондай жағдайда біз мына тәсілді қолданып көріңіз. Тілдің ұшын екі тістің ортасына қоямыз. Және де Л. Артқа қарай итеріп тұрып ауаны шығардық тағына дыбысты, сосын тілді несеміз артқа қарай тартып қаламыз. Оны да айтып түсіндіреміз. Л. Тілді несеміз? Тілдің ұшын ішке қарай қайтадан кіргіземіз. Л. Бұл жерде тағы бір айтатын жағдай, тіл мүлдем тілдің ұшы емес, мүлдем тіл жалпы ортасына дейін Л деп осы айта алмай қалады. Тілді мүлдем қатты шығарып жіберуге болмайды. Сондықтан тілдің ұшын шығару керек, тістеу керек. Және де ауаның бұл жерде тыныс алу жаттығуларының маңызы зор. Жалпы бала дұрыс тыныс алып, тынысты шығара алу қажет. Сондықтан да тыныс алу жаттығуларын, Л дыбысын қоятын кезде тыныс алу жаттығуларын көп жасатыңыздар. Ары қарай жасаймыз. Л. Ары қарай осылай, егер бала жасай алса, ары қарай түсіндіру арқылы тілді не істейміз? Ішке кіргізіп, үстіңгі тістің артына қоюға үйретеміз. Л. Ары қарай сөзде, буында, сөзде, сөйлемдерде ертек айту арқылы, әңгіме айту арқылы машықтандырамыз. Дәл осылай Л дыбысын қоюға болады. Сіздер де Л дыбысын осылай балаларыңызға қойып, өздеріңіз жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен, логопед-дефектолог Роза Мұратқызы. Келесі видеоларда кездескенше.